Батыр қоян. Ұлы сәскеде қоян ыстықтап көтенің түбінде көлеңкелеп жатыр еді. Оның қасына тағы да бір қарсақ келді. Қаннан қаперсіз жатқан қоянды қарақұстың темір қанат балапаны көрді де бас салды. Ойда жоқта үстіне төнген ажал тырнағынан қалай құтыларын білмей, қоян қарақұспен айқаса кетті. Бұны көрген қарсақ та қарап қалмады. Балапанды шап беріп тістеп алды. Үсті басы жосадай қызыл ала қан болды. Бір сәт қоян балапанды теуіп жіберді. Бұлардың айқасып жатқанын үкі көріп, тез ұшып келді де балапан қарақұсты бүріп тастады. Қоян да, қарсақ та бәледен аман сау құтылысымен жөнеле тартты. Аздан соң қарақұс көденің түбінде талқысып жатқан балапанын тауып алды. Мұның қояннан келгенін біліп, тез арада қаршығаға хабарлады. Екі шабарман қоянды құлағынан сүйреп, дедектетіп қаршығаның алдына келді. Айт шыныңды, мұнан зәбірлеген сен бе? Я, мен, деді қоян батыл сөйлеп. Ешбір жазықсыз басым қанды шеңгел қарақұстың балапанына қалай жем болып кете барайын? Қарсыласқаным рас, деді қоян. Япырай, осынша қайрат сенің бойыңнан қалай шықты? Деді таңданып қаршыға. Көкіректі ашуса кернесе тіпті қайраттанып кетеді екенсің. Тегі, сен жалғыз емессің, соны айт, деді қаршыға. Қасымда ешкім болған жоқ, деді қоян сазарып. Сен шыныңды айтпай тұрсың, деп қаршыға қоянды алақанымен алып буындыра бастады. Жан алқымға келсе де қоян көмекші достарын аузына алмады. Айтасың ба шыныңды жоқ па? Деді қаршыға тағы да жан терге түскен қоянға. Тек қос кеуде, қанды бала қарақшылар ғана қысыл таяңда бірін-бірін ұстап береді. Мен жанашыр достарымды саған ұстап бергенше үнсіз кетейін, деді қоян. Ол беріктігіңде жақсы екен, деп жеңілген қаршыға қоянды босатып жібереді.